достар, арнаның 74% көрермені жазылмай қарайды. Арнаға жазылып, лайк пен пікірді қалдыр. Бұл мені шабыттандырып келесі видеоның шығуына себеп болады. Теңіз адамдарға түсіндіру өте қиын, тосын сыйлар береді. Жұмыртқадан бастап өлі денелерге дейін жағаға толқындар лақтырады. Сондай-ақ өлгендердің бөліктері жағажайда өте оғаш түрде кездеседі. Салиш теңізінің жағалауында, ақш пен Канаданың шекарасында куәгерлер көптеген жылдар бойы кроссовкаларды тауып жүр. 2007 жылдан бері таңғажайып теңіз жағажайында 20 фут кроссовка және бір етік табылды. Жаңа табылғандарға барудан шаршаған полицияның көптеген нұсқалары болды. Бір кездері тіпті бұл аймақта қандай да бір мақсатпен теңізге аяқ киімі лақтыратын маньяк болды деп топшылайды. Бұл нұсқа расталмады, бірақ бұл құбылыстан басқа ақылға қонымды түсініктеме болмады. Алғашқы кроссовка табылғаннан кейін небәрі 14 жыл өткен соң бұл анықтаманы полиция тергеушілері емес, зоологтар тапты. Аяқ киімнің табанын жасауда кеуекті материалды пайдаланып, бәріне теңіз краптары мен кроссовка өндірушілері кінәлі болып шықты. Британдық Колумбия жағалауында аяғы бар бірінші кроссовканы 2007 жылы 12 жасар қыз тапқан. Бір аптадан кейін жақын маңдағы жағажайдан басқа жұп аяқ киімнен, бірақ аяғының қалдықтарымен бірге тағы біреу табылды. Бұл жағдайлардың ортақ нәрсесі екі кроссовканың да дұрыс болуы әрі ішінде адам аяғының болуы. Табылған заттар туралы хабар елге тез тарап, көптеген қауесеттер мен қорқынышты оқиғаларды тудырды. Дәл сол кезде теңіз жағалауындағы сериялық өлтірушінің ең танымал нұсқасы пайда болды. 2008 жыл әсіресе жемісті болды. Жағажайға келушілер ішінде адам аяқтары бар 5 кроссовка тапты. 2020 жылға қарай полицияда 21 аяқ киімнің толық жинағы болды. Бірақ бірде-бір анықтама анықталған жоқ. Шындығында кроссовкалар одан да көп болды. YouTube пранкерлер Салиш теңізінің жағажайларында шошқа еті мен тауықтың сүйектері бар кроссовкаларды лақтырып, оны күлкіге айналдыра бастады. Жағалау өзіндік белгіге айналды және барлығы бұны кәдімгі құбылыс ретінде қабылдады. Медициналық сарапшысы Лаура Езежан бірде баспасөзге 2007 жылдан бері полицияға азаматтардан түрлі жолдармен жүздеген қоңыраулар түскенін айтты. Біз мұхит түбіндегі мигранттардың сериялық өлтірушілері немесе контейнерлер туралы болжамдарды тыңдадық. Шетелдіктер туралы нұсқалар да танымал болды. Көріпкелдер де телефон соғып көмек көрсетті. Бірақ теңіз жұмбағын ашуға көмектескен халық әуесқойлары да, полиция детективтері де емес, теңіз өмірін зерттеген ғалымдар болды. Алғашқы деректерді мұқият зерттегеннен кейін биологтар барлық кроссовка ішіндегі адам аяқтары майлы әрі шірімейтін аяқ киіммен жабылғанын байқады. Бұл зат өлі дененің суда ұзақ тұруы кезінде бұлшықеттер мен теріден түзіледі. Барлығы аяқтары бар кроссовкалардың суға батқан адамдарға тиесілі екенін және 1-2 күннен астам суда болғанын көрсетті. Майлы тінмен жабылған оттегіге қол жеткізе алмайтын етті көптеген жылдар бойы суда сақтауға болады. Гипотезаны тексеру үшін шошқалардың бөліктері Салиш теңізіне лақтырылды. Содан кейін тағы бір маңызды деталь жарыққа шықты. Шаяндар мен басқа да теңіз жануарлары 4-5 күнде денені сүйекке дейін кеміретіні белгілі болды. Аяқ киіммен суға батқан адамдардың мәйітін іздеу мағынасыз болды. Бірақ шаяндар өлгендердің аяғының табанына неге тиіспеді деген сұрақ туындайды. Өйткені жауабы адам табаны шірімей, тамаша жүзетін кроссовкалардың арқасында сақталады делінген. Шаяндар жұмсақ тіндерді жақсы көреді және ең алдымен бұлшықеттер мен байламдарды жейді. Буын аяқтылар аяқтың қолы жететін бөліктерін кроссовкамен қорғалған табанға дейін жегеннен кейін қалған табаны кроссовка резеңкесінің арқасында толқындардың бұйрығымен қалқып теңіз саяхатына шығады. Қарапайым сөзбен айтқанда, кроссовка киген адамдар британдық Колумбияның жағажайларынан ондаған, тіпті жүздеген шақырым жерде толқындардан және жартастардан құлап өлуі мүмкін. Жақында зерттеушілер кейбір олжалардан ДНК талдауын алып, бірнеше өлгендердің кім екенін анықтай алды. Олар етік киген аяқтың сонау 1987 жылы жоғалып кеткен адамға тиесілі екенін білгенде таңғалды. Жергілікті жартастарды зерттеп кезекті серуеннен оралмаған турист екен. Полицияның мәліметінше, ол тік жағадан теңізге құлап қайтыс болған. Қазіргі уақытта суға кеткен 8 адамның тұлғасы анықталды. Олардың қайғылы тағдырлары бір-біріне өте ұқсас болды.